Кеш жарық достар, қымбат достар, бүгін маусым ашар. Қазақ көңілді тапқырлар отауының жаңа жылнамасы жазылатын күн. Бұл дегеніміз жастар мерекесі. Ендеше мейрам құтты болсын. Осыдан 8 жыл бұрын маусым ашар фестиваліне 16 команда қатысқан болатын. Биыл бұл көрсеткіш 170-ке жетті. Ең қуантатыны жас командалар көп. Сәйкесінше жаңа маусым, жастар маусыма. Тағы бір ерекше жаңалығымыз, қымбат достар, енді қазақша КВН деп аталатын телевизиялық бағдарлама бұдан былай Қазақстан ұлттық арнасында жайдарман көңілді тапқырлар сайысы деп аталатын болады. Олай болса, маусым ашарды бастаймыз. Жаңғырхан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университеті 24 сағат тобы. Достар, көреміз таспақалар дискотекасы. Айгөлек балалар фестивалында өз оқушына жанкер болып тұрған сыныптастары. Кәнеге оқушылар тұрыңдар, қазір камера түсіреді, ұят болып қалмасын, тұрыңдар, ұстап тұрыңдар, қазір халық қарап тұрады. Апай, шығып білейінші. Апай, тез барып кел. Үшеуіңді ұстап тұрыңдар. Апай, мен де шығып білейін бе? Сен қайда жағаласың? Тез келем, апай. Бар, тез барып кел, тез ұстап тұрыңдар, бастады қазір. Анау қайда баратыр, ей? Орнынан су шықпа, тұр орнына тұр. Жиналыңдар бәрін, тез жиналыңдар. Қазір ұстап. Ана екеуі де шошаңда орындан алмас тұрған. Тұрыңдар орнына қайтып. Орнына тұрың қайтып. Не мынау? Бірсе салам дейді, бірсе салма дейді. Не мынау? Солай тұрыңдар қазір. Алло. Қарындаш, мен тез саламын жерге. Дайымыз. Шықты ма не? Тұрыңдар, шықты әне. Самау. Махаббаттың келесі де, кемесі де Титаник. Ендеше көреміз Титаник кинофильмнен үзінді. Rose Jack. Мына жер бос емес пе не? Кет басқа жерге барып тұрайық. Мына жер бір түрлі сияқты, Ертең келейікші. Тонау тек қана банк қызметінде емес, сонымен қатар тойларда да болады. Ал құрметті ағайындар, мына дастархан бас жайғаса берейік. Мына тойларыңыз тойға... Шат, бұл тонау! Оу, не деп атыр ағайындар? Тонау деп атыр ағайындар. Арнайы тойымызға өнерлі, талантты тонаушылар келіп қойдыр. Кім дейді, жеңгелердің атынан, мына 500 теңге деп атыр, жігіттер, ала қойдыр. Кім дейді, мына бас құда Сәрсенбайдың атынан 5000 теңге деп атыр, жігіттер, мына тойларын... Қамады кәсен, атып тастаймын. Оу, қандай керемет сөздер. Жігіттер, мына камера сүрттір, ақ тілектерін айта беріңдер ал. Марат, кластас. Айгүл дос. Ал тойларың құтты болсын. Белгілі бір жағдайлармен сыныптастар келе алмай жатыр енді. Енді біздің артымызда енді ақшалай сыйлық, мына ақшалар қайда бейш. Ал енді сыныптастарымыз толған жерде отыра бер, кешіресіздер. Сөзі соңында айтарымыз, бүгін міне 8 маусым ашар. Ал 8 деген шексіздіктен белгісі. Сондықтан да қазақ елі, қазақ жері, қазақша КВН шексіз жасай берсін. Қазақтың елі, қазақтың жері, жаюлы көлі, қыранды көлі. Алғабасар, Жуалы ауданы. Сәлем Астана, сәлем достар. Негізі біле білсеңіздер, біздің команда өте күлкілі команда. Мен оны дәлелдеймін қазір, біздің жігіттер мынау пойызда келе жатып та әзіл шығарып келді. Жігіттер жаңа әзілдерің бар еді ғой? Иә, біз адамның миына кірмейтін әзіл шығардық қой. Сонымен көреміз пойызда болған жағдай. Міне мынау сіздің орныңыз, осы жерге жайғаса беріңіз. Қазір мен сізге төсек орындарыңызды әкеп беремін. Бұл жерге темешеуге бола ма? Я, әрине, бұл там ұрғы.
Мен түсінбедім, бұның қай жері адамның миына кірмей тұр. Негіз біз ойлағанбыз ғой, адам миына кірмейтін әзіл шығарамыз ба деп. Сөйтсек біз де адам екенбіз ғой, біздің де миымызға кірмей қойды. Енді сәл көңіл күйлеріңіз түсіргенін біліп тұрмын. Бірақ дегенмен де менде жақсы жаңалық бар. Көңіл күйлеріңіз көтеретін, жақсылап бастайтын. Жақында ғана біздің парламент депутаттары 2012 жылы әй боп кетеді-ау деген ақыр заманның гимнін, яғни әнұранын бекітіпті. Әнұран болып, мына өлең таңдалыпты. Kalbin işine bak, yüzüne bakamaz. Әнұран тақырыбынан ауытқымаймыз. Жақында Францияда ауыр атлетикадан әлем чемпионаты болған етін. Сол кезде біздің жерлесіміз бірінші орын алып, марапаттау кезінде ескі әнұранымыз қойып кеткен болатын. Осы жағдай неліктен орын алды? Көреміз. Жас жұбайлар ломбардта. Саламатсыздар, саламатсыздар. Ойбай, саламатпыз. Мына алтын қанша тұрады? Бұл алтын 7.000-нан тұрады. Мына алтыншы? Бұл алтын 6.000-нан тұрады. Мына алтыншы? Бұл алтын 5.500-ден тұрады. Мына алтыншы? Бұл 5.500-нан тұрады. Ал мынау 1,5 метрлік алтыншы? Кешіріңіз, бұл алтын емес, сондықтан біз қабылдай алмаймыз оны. Естідің бақылды адамдар не деп тұрған? Бұдан кейін мақам. Алтын деш деген әңгіме айтпаш, мақұл ма? Жүр секонд-хендке. Ауыл жаңалықтары. Мүмкін емес, бірақ шындық. Мүмкін емес, бірақ шындық. Қарапайым халықтан жасырылған ақиқаттар. Белгілі қойшы Сәрсенбек Сәрсенбаев ипотекаға мал қора соғып, нәтижесінде малдары бұлқанау тоқтатылмаса өз-өздеріне қол жұмсайтындарын жеткізді. Мүмкін емес, бірақ шындық. Мәдениет жаңалығы. Боралдай ауылының электригі Асан аға 3200 вольттық тоққа түсіп, Қара Жорға биінен өткен жарыста бас жүлдені жеңіп алды. Мүмкін емес, бірақ шындық. Скандал. Банкроттық жағдайда тұрған жуалы сыр зауыты Зоя есімді сиырмен келісім шартқа отырып, осы уақытқа дейін пайда келмеген Павел Атыпқамен келісім шартын тоқтатты. Мүмкін емес, бірақ шындық. Сенсация. Өскемен қаласында құрастырылатын Нива автокөлігі енді жуалы картоп қоймасымен бірігіп жасалатын болыпты. Көліктің жаңа аты не болып кетті мынау? Мүмкін емес, бірақ шындық. Аудандық Жаңа өмір газетінің тілшісі Нұржан Манасұлы агенттеген ауру ғой сөйлемін блокқа жіберіп, бас редакторының игнорына түсіп қалыпты. Мүмкін емес, бірақ шындық. Қарапайым халықтан жасырылған ақиқаттар. 112 жасар ауыл ақсақал Төребай ата тілін шайнап отырып сағызын тістеп алыпты. Мүмкін емес, бірақ шындық. Қарапайым халықтан жасырылған ақиқаттар. Жуалы жер жанаты. Бұл шындық. Жуалы ауданындағы жүзу жарысынан үзінді. Негізі біздің ауданға бір бассейн керек, Керек. Біз өз ойынымызды жуалының керемет аңызымен аяқтағымыз келіп отыр. Бір баяғда бір жас жігіт болыпты. Сөйтіп ол жас жігіт судан қорқады екен. Судан қорққаннан кейін енді белгілі жуынбайды. Содан кейін омен жуынбағаннан кейін достары да, туысқандары да, ағайындары да араласпайтын болыпты. Бір күні ол жігіт құдықтан су тартып тұрып, аяғы тайып кетіп, құдыққа құлап кетіпті. Сөйтіп судан шыққаннан кейін онымен достары да, бауырлары да, ағайындары да араласа бастапты. Бұдан шығатын қорытынды. Негізі шынымен біздің ауданға бір бассейн керек, Жуалы арнайы Астана үшін. Жастық бойды намыс беріп қосып өзге сенде келіп алға басар сіздер үшін түсінетін күлкі көшіп елім асқақ рухым биік абыройы аңдышиық жастарым басауға қатарыңнан қалма армандарда биік қарам қызды самға жастарым басауға қатарыңнан қалма армандарда биік қарам қызды самға Ақтөбе қаласы нөмірі 13 мектептің құрамасы 5 қазақ. Қазіргі таңда Қазақстанның барлық 11 сынып оқушылары ұлттық бірыңғай тестке дайындық үстінде. Сонымен ұбт тапсырып отырған бір оқушы. Мына сұрақ қалай еді? Абайдың туған жылы. Қысқаша көбейту формуласы. Бала, ана компьютерді сөндір. ұбт-ға дайында.
есап. Жүресің базарда, тачки сөйлем. Оқуға түсе алмасам, сені әскер күтеді. Қымбатты ұбыты тапсыратын оқушылар. ұбытыға түртәғі. Біздің командаға Ғабиденің жасы 13-ке келсе де, ол әлі балалық шағын ұмыта алмай жүр. Бірге болдым бала кезімнен, әрбір күнде сені сезінем. Болғанымда бірге жанымда, қызық еді жүрген өзіңмен. Seni canım unutamаймын. Мектепке кіре алмай тұрған бір топ оқушы. Қай жерде? Сау кірмейсің ба? Кіршіш па? Жоқ, қорып кетті. Қай жағдай? О, қалай? Сау кірмейді ме? Кіршіш па? Не дейсіз? Екінші аяқ кеміз кіргізбеймін. Құрметті достар, қарапайым ата-аналар жиналысы беташар түрінде өтсе қалай болады екен? Жиналысты бастайық, журналымызды ашайық, оқушылар түгел ма? Келген ата-аналар, табелге қол қойыңдар. Сенің балаң ақылды, сенің балаң тәртіпті, сенің балаң жақсы оқиды, сенің балаң үлгілі. Осы жылы күтеміз алтын белгі. Алтын белгі үміткерлер, Санат пен Жәнекке бір сәлем. Ал енді ата-аналар жиналысты аяқтар, кезде келіп жетті ғой мына тұрған төбеге, еденге, классный фондқа 1000 теңге. Бар ғылымның бастамасы әліппе, КВН-ның бастамасы мектеп лигасы. Рахмет. Қарағанды облысы Ағадыр кентінің құрамасы. Tú sabes que esta canción está perfecto para esto. Сәлем Астана! Налар кім деп ойлап тұрған шығарса танымайтсыздар ғой бізді. Құрметті Есен аға Дырданбыз. Қыс басталғалы біздің ауылда таза рахат. Бір-біріміздің етіміз жеп жатырмыз. Батырлар ертең жауға шабамыз. Сен ақбоз атты мінесің. Сен көкбоз атты мінесің. Сен қой мінесің. Қалай ол сонда? Семіздікті қойғана көтереді. Құрметті астаналықтар, дәл осындай керемет әзілдерден кейін сөз соңын ауылдағы қыздардың сөзімен аяқтайық дегенбіз. Жігіттер, қайда баратсыңдар? Астана, маусым ашарға. Қандай күшті? Оңтүстікке барсаңыз, жолда тұрар ағадыр. Солтүстікке барсаңыз, жолда тұрар ағадыр. Батыс жаққа барсаңыз, жолда тұрар ағадыр. Астанаға барсаңыз, онда да жүр ағадыр. Келесі станция Ағадыр станциясы. Манты, пирожки, биляши, жемішке. Еуразия ұлттық университеті Күлтегін. Махаббаттың құдірет күші әлдеме. Сәлем
Астанаға келіп, пойыздан түсіп, деп істеген қонақтар. Тыныш. Опа. Аға лейтенант Ешкібаев. Ешкі, не күлесің берей? Менің атам атын қойған кезде майы болмаған. Дұрыс қой, дұрыс. Кім шулаған? Ешкім. Мен не мазақтап тұрсыңдар ма? Жоқ, аға, мазақтап тұрған жоқ. Кешіресіз аға, түсініңізші, бізде бүгін КВН 7-де. Таңғы ма? Кешкі. Қашыңды аларың кетіп тұр ма? Жоқ, аға, ренжімеңіз, жоқ. Кешіріңіз. Сендер маған ұнамай тұрсыңдар. Қалтарыңды көрсетіңізші, не бар? Көрсетіңізші, қалтада ма? Флешка. Жігіттер, қойсаңдаршы, ұят емес. Аға, мен көрсетейін қалтамды. Ой, жылым. Кириешка. Кешіріңіздер. Мен анаяқта шыға алмай жатырмын, біреу машинасын қойып кеткен, Мерседес. Қандай Мерседес өзі? Ешкі. Ендеше, Көлтегі. Сіздермен бірге? Рахат кондитерлік фабрикасының директоры тойда. Шашу! Ана, қарақымды жақсы алып жатыр екен, қарақымды. Қазір түрлі телеарналар көп. Олай болса, қойларға арналған телеарна. Армысыздар, құрметті марқа көлдер мен аққұлатқа қырқылған гламурный қойлар. Эфирде Қой ТВ. Парламенттегі сайлау қарсаңында Коммунистер партиясының ұйымдастыруымен үлкен концерт өтті. Оған қойлардан құрылған келесі топтар қатысты. Қойтерек, Мұнарлақ, Малдавай, Қозар тобы, Түбіттер квартеті, Қой студио, Затбек Көппосынұлы, Қой Фай, Қой Стеренс, Backstreet Boys, және де Қойкл Джексон. Сіздермен болған Хамид Қойшыбаев, келесі кездескенше қош қар болыңыздар. Бәріміз білеміз, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жолдау жолдаған болатын. Олай болса, КВНшілерге жолдауымен Қазақстан КВН одағының президенті Есен Елеукен. Мінекей қақарлы қыста келіп жетті. Сонымен біз жолдауымызды бастаймыз. Қымбатты достар, 2011 жылға қорытынды жасайтын болсақ, КВН 2030 бағдарламасы аясында Кубок пен ауылға бағдарламасы өз жалғасын тапты. Мысалға, аралас командасы кубоктарын алып, қазір ауылдарында. Біз әлеуметтік мәселені де терең қарастырдық. Мысалы, жаңадан құрылған жас командаларға мүмкіндік болсын деп, әзіл картасы 2020 бағдарламасын қабылдадық. Және де КВНшілердің зейнеткерлік жасын 4 маусымнан 3 маусымға дейін төмендеттік. Қымбатты достар, көп балалы КВН командаларына да жеңілдіктер бар. Қымбатты достар, біздің мақсатымыз айқын. Соны бірге жүзеге асырайық. Іске сәт. Рахмет. Құрметті достар, құрметті аға, біз сіздердің үміттеріңізді ақтаймыз. Сіздермен бірге болған Евразия ұлттық университеті Күлтегін. Алғаш рет маусымашарда Жамбыл облысы Шучу. Сәлем Астана, сәлем достар. Маусымашар құтты болсын. Ремендеріңді тағыңдар. Қазір Шучу жігіттері ұшады. Ой, ұшады дептім ғой, сахнаға шығады. Қарсы алыңдар. Wiki.com Айналайындар, не істеп тұрсыңдар сендер? Билеп тұрмыз. Би дегенді бірдей билейді ғой, андағы би ма? Бірдей билеп тұр, құтырыстап. Қаны көрейік ал.
Ой, айналайындар, мен сендерге айтам ғой, қаншанға айтам. Бұл Астана, ол шуда бірдей болып көрінеді. Оланша, әлсіздеріңді айтыңдар. Сонымен қарсаңыздар шудан келген әзілдерімізді бірінші әзіл. Мама, мен нан әкелдім ғой. Ой, балам, молодец. Екінші әзіл. Мама, мен тағыдан нан әкелдім. Ой, балам, тағы да молодец. Құрметті астаналықтар, сіздер неғып күлмейсіздер? Біздің чуда болған күле береді. Сонымен қарсаңыздар жарнама. Мұнаны көрдің бе? Қоран артында Аманғалиді мен. Оны қойш. Мұнаны көрдің бе? Сахнаның артында Тұрсынбекті мен. 40 тігіс жасалды ғой. Есен аға мені сахнаның артында. Күшті. Мен де Есен ағаны жақсы көрем. Нау Қарағандыда, нау Павлодарда. Екі кішкентай баланың әңгімесі. Титок, мен жасым 6-да болса да, понятиям 30-да ғой, білесің ба? Қой. Сен сүндетке отырды дейді ғой. Отырдым. Құтты боласың. Рахмет. Сен жол маған берсін. Берсін. Саған кішкентай ғана көріндік әкегем. Оны не қылам мен? Ұрып қоясың, фартовый болады ғой. Отырып қалған екі қыздың әңгімесі. Гуля, Айгуля, тоқташ, не болды, айтшы. Айгуля, жыламашы, пожалуйста, Айгуля. Сен жыласа, мен жылағым кетеді. Айтшы, не болды? Жаман болды ғой. Айтса, не болды? Ана қанатты білесің ба? Алам деп жүрді, лақтыр кетті. Гуля, жыламашы, енді болды, іште алмайды. Қойшы, жыламашы. Ондай бәрі қыздың басында болды. Қойшы, енді жыламашы. Қыздар. Не? Ақша керек ба? Не қыламыз оны? Ұрып қоясыңдар, фартовый болады. Біздің шу 9 жолдың торабы. Шуда жол көп. Біздің шуға машинамен келсеңіздер де болады, пойызбен келсеңіздер де болады, самолетпен келсеңіздер де болады, парашютпен секіріп түсіп қаласыздар. Бізде бір ғана нәрсеге жол жоқ. Ол есірткіге жол жоқ. Ал енді біз сөз соңында өзіміздің командамыздың әнұранымен аяқтағымыз келіп отыр. Көк шыққанда бір қуар, шып шыққанда бір қуар. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті әдемі. Достар, кез келген дауды сөзбен шешуге болады. Сонымен көрейік, Ақтөбе қаласы көшеде болған жағдай. Бауырым, жайлап жүр. Жақсы. Достар, 17-ші ғасыр қазақтар спорттың бір түрін ойлап тапты. Жігіттер алып келдіңдер ма? Қане, тексерейік. Бастап. Жоқ, жарамайды, келес. Жоқ, бұл да жарамайды, келес. Теппендер! Бексұлтанның баласын істейсің, теу. Міне, таптым, мінекей. Мінекей. Міне. Қане, көрейік.
Дұрыстап түйсеш. Дұрыстап түйіп. Достар, кім білет, мүмкін осылай қазақша көз пайда болған шығар. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті Жаным қыздар құрамасы. Сәлем Астана! Астананың бәйтерегі сияқты Семейдің әдемі қыздары келе алмағандықтан біз келдік. Қазақтың сал дәстүрінде беташарда қазақ келіндері преска штайды екен. Ансамбль Жаным құрамында өзінің туған ауын өте қатты сағынып жүрген қыз. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Ауылдың Сіздерде прикольный прикол айтатын приколист достарыңыз бар ма? Менде прикольный прикол айтатын приколист достарым бар. Сол прикольный прикол айтатын приколист достарымызбен біз үнемі прикалываться етіп жүреміз. Сол прикольный прикол айтатын приколист достарымның өздерінің приколдарының түрлері бар. Ол прикольный прикол, неприкольный прикол, және приколға жатпайтын прикол. Прикол, Қыздар, бәріміз білетіндей, жігіттер бізді көргенде өзінше бола бастайды. Сонымен үш жігіттің әңгімесі. Ей, Арман, сен кеше мен неме келген жоқсың? Дархан кеше химиядан зертханалық жұмыс жасағам. Сосын мамам екеуміз химиядан зертханалық жұмыс жасап, сол тоқаш пісіріп, сосын мен оны сосын солға мен ол бар ғой, өш қалды ғой. Ойынымызды қорытындылай кете, қазақ қыздарына айтар сөзіміз бар. Қазақ қызы неткен дана жанедің, батырлары болып тұрған осы елдің, ал қазіргі жас қыздар жүр ғой алда. Түнгі клубпен шылым шегіп адасуда. Қазақ қызы ар намысын сен сақта. Қазақ қызы қайтшы ауылға. Сіздермен болған нағыз әзілмен, нағыз қазақ қыздарының намысын қорғап жүрген Жаным. Мұнай тамшылары Жаңаөзен. Астанада бүгін Сахнада сөзбен Жаңаөзен. Қайырлы кеш Астана. Құрметті достар, сіздердің алдарыңызда Жаңаөзен қаласының ең көрікті, ең сұлу, ең әдемі жігіттері. Ерлан, біздер қашан шығатын еді?
Не ол? Ау. Сізде жаңа өзенненсіңдер ма не? Ау. Сізде жаңа өзенненсіңдер ма? Әрине. Жаңа өзеннен не хабар? Амоншылық. Елімніңіздің жүрегі, мұнайшылардың тілегі Астанам, Маусымашарда. Шарайлы мекен, мұнайлы өлкем, нұрлы да жырлы, жаңа өзен, жаңа өзен. Hey! Қымбат достары, көпшілігінің басынан өткен жағдай кішкентай баланы шақыру билетке түсіруде. Әшікөн, қара, ағаңа қара, Әшікөн, берме, ағаңа қара, Ашикон, наңға, ашикон, құс жатқары наңға. Ашикон. Ой, апа. Алғаш рет қайнаға болған жігіт. Сән берді қайнаға. Молодец. Мүлдем орысша түсінбейтін жігіт кинотеатрда. Здравствуй, мама. Я пришел к тебе на работу. Я пришел к тебе на работу, чтобы поздоровиться с тобой. Здравствуй, мама. Я же тебе говорю, я к тебе пришел на работу, чтобы поздоровиться с тобой. Брат, что-нибудь понимаешь? Сен де қатырасың, Привет. Сен де қатырасың, Қажы полициясының оқуын бітіріп келген жігіт. Так, сізге мінерге өтіге olmaydı. Не? Фимпол! Баған бір жүлмек sıra мен шылым бері қойшы. Сатылмайды. Не? Фимпол! Май қызметкер Батқанбаев ереже бұздыңыз. Не? Фимпол, Фимпол! Сізге мына жаққа кіруге болмайды ғой. Не? Фимпол! Не деп тұрсың? Оп, не деп тұрсың? Не деп тұрсың? Бір облыстың әкімі журналистермен кездесуде. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдары, жалпына 2011 жылы біздің қалада көптеген шаруалар жасалды. 2011 жылы біздің қалада 200 балаға арналған мектеп салынды, және де 180 балаға арналған балабақша салынды. Сонымен қатар біздің екі ауылымызда су құбырлары мен газ құбырлары жүргізілді. Сұрақтар бар ма, журналистер? Сұрақ, қайырлы күн, Қазақстан Ақтау телеканалы. Ал енді алғашқы сұрағым мына ауылдағы және қаладағы өнер мәселесі жайлы айта аласыз? Дұрыс сұрақ. Жалпы осы 2011 жылы біздің қалада өнерді көтерейін деп 200 балаға арналған мектеп салынды, және де 180 балаға арналған балабақша салынды. Сонымен қатар біздің ауылдың өнерін көтерейін деп біздің екі ауылымызда су құбырлары мен газ құбырлары жүргізілді. Сұрақтар бар ма? Сұрақ бар, мұнда денсаулық жайында не айтасыз? Міне, өте маңызды сұрақ. Медицина саласы бойынша 2011 жылы біздің қалада 200 балаға арналған мектеп салынды, және де 180 балаға арналған балабақша салынды. Және сонымен қатар осы денсаулықты көтерейін деп біздің екі ауылымызда су құбырлары мен газ құбырлары жүргізілді. Сұрақтар бар ма? Тағы бір сұрақ, саяси сұрақ, балапан телеарнасы. Мына Семей қаласының тұрғындарына, сол Семейдің ауа райына байланысты 1,8 районный коэффициент төленеді дейді. Мына біздің Маңғыстау облысының тұрғындарына сол 1,8 районный коэффициент төлене ме? Өте дұрыс сұрақ. Міне осы коэффициент жөнінде 2011 жыл біздің қалада 200 балаға арналған мектеп салынды, және де 180 балаға арналған. Әркім әртүрлі армандайды. Ал біздің арманымыз, яғни жаңаөзендіктердің арманы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ағайын. Жайнай бер жаңа өзенім, сен алтын бесік өзелім, мұнайлы Маңғыстауының
маржандай лағыл көзедің, арманы алға бастаған, жасай бер мәңгі жас қалам, қуанып жетсем алысқа, айқара құшақ ашмаған. Салтанатым, жан өзенім, ән қанатым, жан өзенім, жасарамын мәңгі өзіңмен. Армандамай қалай қалам, шашқан шуақ арайлаған, қарсы аламын таңды өзіңмен. Алматы экономика және статистика академиясы, Арман қала, Алматы. Сәлем елорда! Астананың тірегі болған Алматы бүгін міне Астанаға келіп жетті. Мұнау бәрі ойлап атқан шығар, мұнау бәрі Алматының жігіттері деп. Мұнау біз Алматыда оққанымыз болмаса, ар жақтың жігіттеріміз. Дұрыс айтасың. Мұнау балық басынан шірейді дейді. Біздің Хамиттің өз Жетісайдікі. Өзі келеді. Өшір. Не Жетісай десе өзбекше қоясыңдар бәрің. Осы бәрің ойласа Жетісайды өзбекстандықтарды ойлайын ба бәр? Біле білсең, мына қазақылықтың түп тамыры Жетісайдан тараған. Бұл Жетісай деген, айтшы? Жетісай деген бұл Қазақстанның кіндігі. Хамеке, шілей олай кетпесеңші, Жетісай деген Шымкентпенен ана Өзбекстан бар, соның шекарасы емес пе? Енді атлас картаға кім қарап жатыр дейсің, айта берсін. Сен қайдансың мысалы? Я Северо-Казахстанская область, Петропавловская. Неге орысша сөйлеп тұрсың, а? Қазақша ойында неге орысша сөйлеп тұрсың? Мы же ближе к России, мы же по-русски. Қазақша айтшы. Біз солтүстік қазақтар, орыстарға жақынбыз ғой, сол қазақтар сондай ләкілдік бітіп. Солтүстік Қазақстан орыстарға жақынбыз деп орысша сөйлейді. Осы оңтүстік Ресейде тұрамыз, қазақтарға жақын тұрамыз деп қазақша сөйлеп жүрген бір орысты көрмедік қой деймін. Сен қай жақтансың? Алматыдан. Вот, мен Алматыда жүріп бірінші рет алматылықты көріп тұрмын. Айналайын, алматылық анау 20 жыл күткен 20 метрлік метроларыңа рахмет. Анаған анау от алмай жатып, конечныйына жетіп қаласың ғой, айналайын, ау. Ана бүкіл Қазақстан сұрайды, Жетісайдағылар сұрайды ауылға барған сайын. Как будто сол метро бітсе мақтан бағасы қымбаттап кететін сияқты. Вот, сен қаяқтансың? Қызылорда. Вот. Ал енді мынау Алматыдан Құрығыл келгеніміз ят болады. Жетісай жақтан келе жатырмыз. Айналайын Несен ағамда маусымашар құтты болсын. Мына Жетісайдың артынан мына енді Астанада күн суытады деп жатыр, та бір күннің ішінде. Қатты суытады деп жатыр. Мына енді жарты қап мақта. Осыны жақсылап тұрып көрпеше басыңызға төсеп жатасыз ба? Болмаса жаңа жамылып жатыңыз. Шыда болмаса жаңа баяғы тойыңыздағыдай кілемге жазып қойыңыз жеңешем екеуіңіздің атын үйге. Болмаса мақта артылып жатса астына қош келіпсіздер деп жаза сал. Болмаса малға бере сал. Өртей жіберші. Қамеке, мен таныстырмай кеттім қай жақ дегенді. 2012 жылы Лондонда Олимпиада болады деген. Сені жазып жіберген мен аты жөнді. Не болды? Қатысатын болдың ба? Қатысатын болдың ба? Ақша бөліп жатыр ма? Бөліп жатыр. Тамақтарың тоқ па? Жататын жерлерің бар ма? Бар. Блютузбен жіберші маған соны. Бұған бір күлі болайық. Мынау енді Алматыдан келіп Құрығыл кеткеніміз ят болады, өтірік әңгімай. Енді бір әдем әзіл болса. Мысалы бір мынандай бір әзіл бар. Қандай? Дүкенде болған оқиға дейді да. Жаңа бір адам жүгіріп тонау деп жүгіріп келіп басына тағайды табанжан. Анау қорыққанда не керек дейді? Анау нан керек дейді, нанын әкеп береді. Он керек дейді, онын әкеп береді. Пияз керек дейді, пиязын әкеп береді. Сөйтеді анау ақырындығы мынаған оқ бар ма дейді. Онда ойнайсың осы жерде. Оны айтып қойдым ғой, жаңа айтпай ойнау керек еді. Онда сен келесің хабарла, ойнап көрейік. Ешқашан жұмыс жасаудан шаршамайтын ауылдың екі келіні. Осы құрғыр үйдің тірлігі бітпейді. Мына қамырдың өзін қалыңдып жай өткен кеше. Мына не ғой? Сандуғаш? Қолым талып келді, бесікті мен дербе дейші. Бәрі айырмашылық жоқ қой бұлай.
Ал енді мынау сөз соңында көптеген командалар айтады сөз соңында пәленшенің сөзімен бітірейік, төленшенің сөзімен бітірейік, мынандай бір ол адам бар соның сөзімен бітірейік, бір әнші бар соның сөзімен бітірейік дейді. Біз жұрттар сияқты жұрттарға жүгінбей ақ қоя салайық, біз таза мен өзімнің сөзіммен ақ бітіре берейін, өзім де тегін адам емеспін. Жалпы енді біз жұрттар сияқты жаңа әнді қатырмаймыз, енді арасында жазып қоятынымыз бар кейде. Мына енді бір ән жаздырдық, өзімізге ұнады. Одан алдын ондай әдемі әніміз болмаған. Енді сіздер көріңіздер қалай болады екен. Жіберші ән. Бір ертегі жұмбақтай жалындап жүрек ән салады. Бұл біздің өлке, бұл өлкеде бақыт оты алаулап ән жасамалы. Бұл біздің ойын, аңсабышты айға, ынтық көңілден туған далада. Тойлаймыз бірге айдай аруларды, бақытты жандар арман қалада. Сүйеміз мәңгі. Рахмет. Бұл біздің қала, махаббат. Сәтпаев қаласы отбасы түріндегі балалар үйі Айран тобы. Қыздар, жігіттер, өзімізді таныстырып өтейік. Біз кімбіз? Айран. Айрамын. Міне қазақтар жиналдық. Сендер кімсіңдер? Біз Артем екеуміз қазақпыз. Дәлелде. Бізде кредит бар. Сендерде кредит болса, сендер қазақ емессіңдер. Бізде 5 кредит бар. О, бауырым. Бүгін маңызды ойын. Біз шын жүрекпен ойнаймыз. Кәні, біздің жүрегіміз не деп соғады? Мадина. Біз қаламыздың патриотымыз. Зарина. Біз отанымыздың патриотымыз. Рахат. Біз қыздардың патриотымыз. Екі ковбой. Go. Қазақстан Республикасының президенті айтқандай, әр қазақ 3 тілді меңгеру керек. Мен ағылшын тілін білемін. Айтшы. Hello, my name is Эдик. How are you? Что ты хаваешь? Хлеб хаваю. Мен орысша білемін. Айтшы. Я родился в Казахстане. Я счастливчик. Кто? Мен бақыттымын. Мен қазақша білемін. Айтшы. Мен қазақпын мінілек мінтілген. Жүргегімде таныстым
Жүргегімде таныстым мың тілінен. Артем деген атым бар, атам десем, уатпай қойындаршы. Go. Біздің команда еліміздің патриоты, біздің балалар үйі. Еліміз сияқты көп ұлтты, сонымен балалар үйінің достық биі. Sen de kelime algan iki joldaşlar bir ışık toy baslar. Hayda versen vatan eken, öteyene de şafan eken. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығының құрамасы оңтүстік сарбаздары Тарас. Далада 35 градуста аязда, оңтүстік сарбаздары сахрада, қал жағдайымыз қалай саға. Күшті шықтық жігіттер, я? Маусымашардан финалға дейін командалардың ойлайтыны мұнау. Ал біздің команданың ойлайтыны мұнау. Дәл осындай көңіл күймен біз бастаймыз. Көреміз, мысықты өте жақсы көретін бала. Гламурный қойдың астаудан су ішуі. Итті өте жақсы көретін бала. Ақтөс, Ақтөс, атың өшкір Ақтөс. Оң қолыңды бер, оң қолыңды. Аха, оң қолыңды. Енді сол қолыңды бер, аға, сол қолыңды бер. Бір май қызметкер көкеміз тойға келіп тілек айту үстінде. Ербол Жанар, тойларың құтты болсын. Ербол Жанар, тойларың құтты болсын деймін. Ербол Жанар, құдаларың жол бердіңдер, құдаларың жол бердіңдер. Сіздермен бірге болған
оңтүстік сарбаздар, әрине, сіздер үшін Listen, tell me what you see. If there's not to show, I'm sorry, it's mystery. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті жүйрік. Маусымашарға Ассалаумағалейкум, Астана. 2012 жыл, 3-ші жыл қатарынан жоғарғы лигада 8-ші маусымашар. Вау, Астана! Астана, Иманғали Тасмағанбетов, Тимур Бекмамбетов, Ринат Кайсин, Бейбіт Қорған, және жүйрік КВН командасы. О, сен бала, сен 1-4-ке келдің ғой. Есімде 1-4-ке келдің. Сен 1-2-ке келдің. Есімде, сіз финалға келдіңіз. Астана, сағынып қалдым қатты. Төменге түсіп, амандасып келейінші. Арман қайтып баратсың. Төменге түсіп, амандасып келейін. Астанада төменге түскеннен кейін қайтып көтерілу қиын дейді, байқа. Кешір, келіңіз орныңа. Құрметті көрермендер, өлген балық ағысымен бірге жүзе береді. Ал тірі балық ағысқа қарсы түседі. Әрекет жасау керек, әрекет просто бар. Өмірден түңіліп кеткеніне 11 күн болған құмырсқа, түңілместен 3 күн бірін кіріп кетті минусқа. Содан кейін кол екеу кіріп кетті косякқа. Енді ана құмырсқаға кіру керек жұмысқа. Бала бақшадағы махаббат. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you. Африканың жерінен, еврейлердің төрінен, Шу қаласының шөбінен, 68 жыл қыздың ерінен сақтасын ағайындар. Аузында тек қана бір тісі бар жігіттің кириешки, яғни қытырлақ жеуі. Жер бетінде бір күні бір ерекше құс болыпты. Басқа құстар сияқты ұша алмайтын болыпты. Сосын ол құс хирург құстан мен неге ұша алмаймын деп сұраса, сен тауықсың ғой деп оны үйінен қуыпты. Кілемі бұзылып қалған Аладдин Эссоға келіп тұр. Саламалейкум, Аладдин. Саламалейкум. Сен Нұраддиннің інісімесің бе? Жоқ. Кішкене алға берші. Қызбай қалды. Не болды, не болды оған? Ұшып бәтір едім, ұшып қалды. Ұшып батқаны, ұшып қалды ма не? Иә, қызыр болып қайтпаспадың ба? Қарашы. Қай жылғы? 2006. Қараш өші. Капотын аш. Ана, карбюраторның антифризі кетіп қалған сияқты. Аккумуляторның печені жоқ. Тағы қыздыршы. Қыздырайын ба? Е. Жо, бүгін тұсап кетесің маған. Бірден етіп қарға бүркітпен жетіп аласың ғой. Не ғой? Аладдин, сен осы не ма? Қаяқтықсың? Чудыкімін ғой. Сосын екен ғой, Астана келіп ұша алмай жүр екенсің ғой да? Олдамай.
Менің атым Самурай. Қызымның аты Құралай. Құралайдың мамасы біздің маханға құдағай. Кілем, яғни палас қағып жүрген екі жігіт. Күн шығады шығыстан, батады ол батыстан. Мен шықтым ан жақтан, екетемін мын жақтан. Атыраудың барлықтары ән салады орнатады. Жиылдың жігіттері сөздерменен қоштасады. Шахмардан Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инженеринг университеті жоғары лиганың финалисі Барыстар, Ақтау. Сәлем Астана, жаңа жыл, жаңа маусым, Барыстар Ақтау, біз бастаймыз. Романтик шалмен кемпір. Ай, кемпірі. Оу. Ана ет дайын болды дейді, ет жеп алып, ана қалимаштың үйіне кіріп шығайық құрсын. Ай, сау бол шағым. Ай, қой дейме кемпір. Ай, қой дейме кемпір. Ай, қой дейме. Естейсің ба ақ жауын, жаушы менің. Кемпірі, ет дайын болды жүр. Депутаттар қайта сайланды. Депутаттардан сұхбат алатын телеарна таба алмай, Хит ТВ телеарнасы сұхбат алды. Ал енді депутат мырза, мына Қазақстанның шоу бизнесіндегі Мейрамбек Беспаев туралы не айтасыз? Істейміз, жасаймыз. Жеңілген күреске тоймас дейді. Әбден күресіп, тойып алған палуан. Кекірсе мін жерме күрес келеді. Кеше бір жігіт түс көріпті, түсінде жақсы іс көріпті. Үйленгің келіп кетті ғой. Боксер келіні бар Жания. Ассалаумағалейкум дәке. Уағалейкумассалам. Қалайсыздар? Ал келінді болмасындар, құтты болсын. Әумин, рахмет. Тойға келе алмадық, сол баяғы жұмыс істеп жүріп қалдық енді. Түсінікті ғой. Айтпақшы, келіндерің қайда? Келін жоқ. Қайда кетті? Жарысқа кетті. Мынадайда әзілдер болады екен. Еріксіз шапалақ соқтыртатын әзіл. Құрметті залда отқан көрермендер, Есен ағашын бір дуғыл шапалақ. Ауылда басты қалай жуамыз? Бұлай жуамыз. Су дайындадың ба? Бол шәкел. Құй. Боррайын болсы. Суың жанып тұрған мұздайсы құй. Бол. Не істейотсыңдар маған мен? Құй бол. Шампу. Құм жоқ қай мұнан іш. Құш бол. Мына жерме құй. Құй мына жерме.
дұрыстап қой. Не қой? Қолма қой. 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 Кетті ма сабындары? Қайда, орамал қайда? Орамалдап кел, қайда? Бір сыныпта оқыған қыз бен жігіт үйленгелі жатыр. Сол тойға баратын сыныптас құрбыларының әңгімесі. Жақсы болды, екі тойға да баратын болды. Егерде КВН ән кеші сияқты өтсе, қалай болар еді? Сонымен көреміз ауруханада болған жағдай. Дәрігер, балам жағдай қалай? Сабыр сақтаңыз ата-ана. Балаңыздың жағдайы жақсы. Беті бер қарат, кеше ар қарап жатыр еді. Құрметті көрермендер, соңында біз осы жолды таңдадық. Және де ешқашанда өкінбейміз. Себебі біздің қалауымыз КВН. Аспанда қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдызға жетсек те өткердік талай жыл. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдызға. Маусымашарға қатысысы келген командалар саны 170-ден де әлдеқайда көп екен анық, алайда көбісі демеуші таба алмай өкінішке орай келе алмады. Ал келесі команданың демеушісі бар. Және оны өздері мақтан тұтады. Қарсы алыңыздар, еркін құрама. Демеушіміз болашақ Астана. Келді, біз басымызды шалғанда, кеңкелес көктем келді. Бізде ұйқы жоқ, махаббаттан жынды болдық. Кеңкелес көктем келді, кеңкелес көктем. Менген көшеден кеңкелес адам қосап, күн шақшиып тұрған соң, мен көзімді қысам. Жылтыраған бұл қыздар тура кәмпит сияқты. Іштерің тар болмаса беріңдер темекі. Өшір. Не ән болды? Не мәні жоқ? Не мағынасы жоқ? Сөзбе сөз аудара салдық қымда әнді? Үйбәй, қоя қойш. КВН-ге бүкіл КВН-чіктердің өлеңдері осында айналайды. Соны айтам. Бәрі жетіп келеді екен деп жүрейік онда. Құрметті көрермендер, дәл осы әнді өздеріңіздің мобильдік телефондарыңызға жазып алғаныңыз келсе, 2012 нөмірінде кеңкелес көктем сөзін жазып беріңіздер. Қыздар үйтіп апарып береді айтыр сіздерге. Қоспа! Қоссаң кетеді бұлар. Немене келдіңдер? Қалай неменеге келдік? Біз мұнда жігіт іздеп келдік. Әйтпесе бізге жігіттер қарамайтын бопты. Қарамаса боян? Жігіт іздеп келдік деп қоясыңдар, жігіт іздеп келдік деп қоясыңдар. Мына екеуіне ерте саған кеш уже, жаным. Жаным-ау, игіліктің ертелі кеш жоқ дейді. Агенттегі ярыса нижний пробел 96 Mail.ru микроблогының айтуы бойынша, сүйектен өткен сөз жүректі де тесіп шығады. Қазақ атам айтады. Кішкентай өспей ма, көкең теспей ма деген. Не болып бәрің тесіп туралы әңгіме етіп кеттіңдер ғой? Кеше ауылдан атамыз мандап жатыр, ана қораның төбесі тесілді деп барып жамап берсін деп жатыр сонда. Ей, қоспаш! Қоссаң қозат бұлар. Нұрболхан, не болды тағы да? Мейлі, жарайды. Біз КВН ойнасақ, біз астаналықпыз. Ал сен Тараздан келіп алып мұнда. Не үшін келдің, айтшы ал? Мен Тараздан Астанаға арман қуып келдім. Өтірік соқпаш, Тараздан арман қуып жіберген сені. Өшірш, ашинақ күлдіре берекші. Қыздар, қазіргі жігіттер не болып кеткен? Шетінен бәрі соқыр. Олар тек қана қыздың сыртқы бейнесін көреді, ал ішкі жан дүниесін ешкім көрмейді. Ойбай, жаным, онда шешініп жүрсің, мына қыздың ішкі жан дүниесі зор екен деп айтып жүрейік. Агенттегі beautiful girl. Не дейді, айтшы сол, не дейді, айтшы. Ол былай дейді. Төп, осы бір сені көрсем, төбе шашын бұйра болмай тік болып тұрады. Сені көрсем, қаным қарайып, қайнап тұра бір сорпа болып кетеді бар ғой. Сен өзімшіл, өзің ғана ойлайтын ақымақсың. Мені көзіме мүлдім көрінбеш.
қоян қасқырға көздің ашып бер, күліп алсын. Мұның бір тәрбиелік мағынасы зор анекдот болды ғой сен. Біле білсең, қыздар квенге еркеннен келмейді. Ойдаға ешкі ұрық берсе, қырдаға ешкі жетіп келер деген атам қазақ. Ой бе, атаң қазбанда болса, келесі ойынға тағы бірдеңе жазып қойсын бізге. Қоспаш, құрметті Есін аға, мынау қыздар квенге шықса бақтары жанады дейді. Мыналардың тәрбиесі менің қолымда, тағдыр сіздің қолыңызда, не дейсіз? Жолдары болсын. Рахмет. Іштеріңіз пысса, күліп отырыңыздар. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, Қазақстанда бір жігітке 8 қыздан келеді дейді. Бұл жыл сайын өсіп жатыр. Ендеше көрейік, 2030 жыл дискотекада болған жағдай. Нормально ма? Нормально ма? Нормально ма? Жібер аттыңбақ, жібер. Опала, бабай. Не ғой жігітім? Босқа тұрғанша, билеп тұрайық де. Мен қызым бар, билемеймін. Ойбай, қызың қауырға емес қо, жұртта солымыз, әңгіме жоқ қо. Билемеймін дедім ба, билемеймін. Жігітім, аяғың түсу екен, билеп қояқ та я. Сен не деп тұрсың оңбаған? Ё-ма-ё! Не, ондай емеспін. Да, ну! Да, ну Гүлбан, той женщина, ойбе не деп кеттім мен. Өзің тәтіштемеш жүршпе? Жібер мен. Жібер? Түсінбедім, ё-майо. Нұрболхан, не болып жатыр мұнда, Налар маған асылып атқан. Сестренка, мен жігітіме асылатындай кімсің сен, Сен маған қайдағы бір жігіт үшін әңгіме айтып қоясың ба? Ол қайдағы бір жігіт дефицит, менің жігітім. Қыздар, қылбай қойшы, жаным, мен саған түсіндірем бәрін, жаным, жүрші, мен саған бәрін түсіндірем. Осыдан шығатын қорытынды, қыздар, жігіттер үшін бір-бірімізге әңгіме айтпай қояқшы. Мәселені бірге шешейік, көңіл алаң болмасын. Ей, хабарла. Қолда бар алтынның қадірі жоқ дейді, ломбардтағы тәтейлер. Сонымен солай дейік, солай боларына сенейік. Иә, сенейік. Құрметті көрермендер, келген команданың бәрі айтыр, ойынның соңында шындықты айтып кетеді. Ал біз өтірік айтамыз. Қайрат Нұртас жындан айтамыз. Бақылан. Авиценна медицина колледжі, Авиценна, Шымкент. Қуатжан, біз өтіп кеттік ау деймін. Неге олай ойладың? Есін аға көрінбейді ғой. Мынау тұрған кім ол? Электрик қой ол. Электрик бана. Жүрсе былай шығамыз ғой, жүр кет. Осы жер ғой. Бәсе, осы жер ғой. Астана, вы морге! Қуатжан, қашан қайтам саған? Вы морге емес, вы вовмурке. В бөлек айтылады. Астана, В! Айтса енді екіншісін. Өзің ғой бөлек айтылады деген. Омурке! Астана қалай! Сақыннарға келді, Авиценна келді! Астана, вагонмен келдік, спортивка жоқ, сахнаға шыға берсек бола ма? Қалай исаға үстімізде жаңа форма, исаға еза-пипка енді болмайды.
Ал енді біз сөздің басын осы Астанаға келген сайын 2 жыл бойы бізді аялап ақ сүтін бермесе де түн ұйқысын 4 бөлмесе де 4 бөлмелі квартирасын беріп жүрген Светлананың квартираға жайғасар алдындағы сөзмен бастағымыз кеп тұр. Ну, опять пришли, да? Так, вы меня знаете. Не курим, не шумим, не ссорим, сальто не делаем. Бушидо вообще не надо. Домой лошадьпен кірмейміз. Мини-құдалық не надо. Всех чемкентских строителей жинап алып, маслихат вообще не делаем. Вы, когда пришли и уехали, дома ничего не осталось. Кроме 4 қабырға. Қуатжан, тоқа терін айтса енді. Тоқа терісі Тет Светланаға өлең. Эх, Тет Светлана, вы нам говорите, не шумите, а мы шумели. А вы простили, когда вы простили, мы опять шумели. Қуатжан, өткен сайлау саған ұнады ма? Өткен сайлау маған ұнаған жоқ. Неге? Өткен дауыс бергін келсе де, бергін келмесе де, бәрібір дауыс бересін де, адам соған мәжбүрлейді. Мәжбүрледің мені, мәжбүрледің мені. Енді сіздер ойлап атқан шығарсыздар, жаңа форма киіп әдем болып кеттін алар деп. Негізде форманың түк қатысы жоқ бұл жерде. Просто біз дәл қазір стройка істемейміз. Өйткені қазір мертвый сезон. Ал енді бір үлкен бір жаңалық болып тұр. КВН-де болмаған бір жағдай, КВН тарихында болмаған, біздің команда 2 жыл бойы жүріп, бірде-бір сөйлемеген. Дархан сөйлейді. Дархан сөйле. Менің атым Дархан. Болды. Жетеді осы саған. Енді дайындал 2 жылдан кейін 2014 жыл маусымашарда өзің фамилияңды айтасың. Одан кейін көбісі айтады екен, біздің командада тек қана Қуатжан ғана сөйлейді деп. Тоқта. Менсіз команда. Дениссіз Қазақстан ұлттық арнасы. Менсіз команда. Шымкенттіктерсіз Астана. Менсіз команда. Хатшысыз әкім. Менсіз команда. Аққусыз көл. Менсіз команда. Есен ағасы Қазақ КВН. Ал енді құрмет астаналықтар, біз ойын соңында осы ата-бабаларымыздың айтып кеткен бір сөздерімен бітіргімізге батыр. Қатарың алдымен жүрме, көз тиеді. Артымен жүрме, сөз тиеді. Одан қайта жанымен жүріңіздер. Аралас, арал. Айтшы. Айтшы. Ешкім суретке түсірмей ма не? Бастай оқыш, не істейсің, қай өрін етіп аттайсың, суретті бастай оқыш. Жарай. Кеш шарға Астана. Қалайсыңдар, жаздың күні шарды, заводтан қыстың күні мұрнынан шығаратын қыздар. Негізі біз етікті кет. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Мә. Не мынау? Дурак, уәл. Түсінбедім.
Нуран куәлік. Не дейсің? Нуран куәлік. Түсінбедім. Туралы куәлік. Оны маған несіне беріп жатсың? Сайлау, дауыс беріп жүрейін деп. Сайлау? Сайлаудың өтіп кеткені қашан? Неде қаңтарда өтіп кетті ғой. Қой онда. Не істеймін мен? Чемпиондарға ойнайын онда. Қастарыңа қосып алыңдар. Не істей аласың? Не істей алмайсың десем маған. Не істей алмайсың? Тамақ істей алмаймын. Бірақ тамақты сендерге істете аламын. Жо, кім сіңілім, тыңда. Жо, әңгіме болып тұр. Сен бұл қазақша КВН. Burada anam әмә жүрмейді, burada өнер көрсету керек. Біреуді көрсете аласың, істей аласың өше? Көрсете аламын. Кімді көрсете аласың? Көресің. Мен Есен Елеукенді көрсете аламын. Ал, давай. Ал, көрейік ал. Әлеуен тұр. Ондайды қой. Кім әтті, атың кім әтті? Кім қой ондайды? Ондай нәрсені біздің ақылбекте көрсете алады. Мысалы, Музарт тобында сырты шет жағында тұратын бас гитаристің түрін салып пеш, нәжені сақалы. Салып пеш. Көрдің ма сөйтіп салады ол? Мысалы, осында, иә. Қой, КВН свейіндермен кетіндер. Қалтыранма. Ассалаумалейкум. КВН. КВН 2012, Сен бұл кісін тайызын ба? Бұл қазақша КВН десе ішкен асын тоқып кетіп қыздырып алатын кісі осы. Осы ма? Ассалаумалейкум. Құтты болсын бәрі, маусым әшерлерің. Бізді кетет деп оформление өлтіріп қойсына залдың. Біздің форма алсайды екен, Мына залды өлтіріп қойсындар, енді кухняны дұрыстап жүрсеңдер, кім жақсы оқылады. Знаю, құтты болсын бәрі, оң болсын. Енді мынау базар жоқ, істеп атсың ғой, так, әуірме шеш. Әуірме. Жүре бер, пирот саған, пирот. Не ғой? Мынау жас командалар кеп жатыр. Жастар анау-мынау деп атса, біз енді ауылда боламыз ғой. Бір звонок қой. Арал деген не мынау? Мына тұрған жер зытып келе қоямыз 3 күнде. Араластағы ғалым десең болды ғой бәрі. Делоны ғой бәрі. Болды онда. Туғыншын ал. Давай, бастаңдар. Пирот. Let's go. Салам фестиваль, Арал сахнада, достойны шықты, күмәнің бар ма? Күміс құманай, отта тұрғанай, айналайын көзіңнен ашып жұманай. Қазіргі кезде көптеген сауда жерлері ашылып жатыр. Сонымен технодомда болған жағдай. Ассалаумалейкум, Сәлімберді. Саламатсыз. Не саламатсыз ба? Кеше алған компьютердің мониторы жанып кетті. Монитор жанып кетті? Ол былай тұрсын, тышқаны да жанып кетті. Тышқаны да жанып кетті? Мүмкін емес, мен сізге 2 флешка қосып бердім. Ол да жанып кетті. Принтер ше? Ол да жанып кетті. Жүйелік блок? Ол да жанып кетті. Ой, бәріне не болған? Өртеніп кетті. Арал қаласында көп кездесетін жағдайлардың бірі. Қабачка. Салам. Майсың. Екші темек атқыш бар. Маған бермейді ол. Папаңды ұрлайсың ба білмеймін ғой бар. Маған бермейді ол. Маған бермейді. Сен не? Мен жұмсаған бармайтын болған Ұрмайым! Ұрмайым! Теппейім! Ұрмайым! Жайлы шеш. Көршінің баласы. Мамаң айтам, Ұрмайым! 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 Қой, қайттым мен. Қазіргі кезде көптеген бағдарламалар ашылып жатыр. Соның бірі такси бағдарламасы. Саламатсыздар ма? Бұл такси бағдарламасы. Біз сіздерге 5 сұрақ қоятын болсақ, сіздер 100 мың теңге. Ал 10 сұрақ қоятын болсақ, 150 мың теңге. Ал 20 сұрақ қоятын болсақ, 1 миллион теңге ұтып аласыздар.
Бауырым, 20-шы сұрақ қойшы. Жоқ, бұда болмайды. Бірінші сұрақ, екінші сұрақ, үшінші сұрақ деп қой керек бұда. Болмайды. Қалай сонда бауырым? Саған не қатты кету керек па? Пышақты беш? Жоқ. Нормал ма? 20-шы сұрақ қоясың ба? Иә. Салып қой орнына. Ал, сұрағыңды қой. 20-шы сұрақ. 20-шы сұрақ. Шакираның туған өлкеге деген өлеңінің авторы кім? Автор кім еді? Автор кім еді? Брат, ана екі көше айнала тұршы, тұра. Білетін сияқты. Тілім ұшында, қарашы. Лаханды, бір жағадай не бар ма? Сендерде андай не бар ма? Көмек бар. Көмек. Бірінші көмек, ол көшедегі кез келген адамнан көмек сұраласыздар. Исташуш. Тоқта, үш жерде. Братчика, тоқташ. Темек бар ма? Мен шекпеймін ғой. Басын қатып кет, тұрашы. Екінші сұрақ бар. Екінші жеңілді. Біреуін сөйлеңдеші, құрсын екі аузым жоқ қой, құрсын. Екінші жеңілді. Құрсын сіңілім қойшы. Екінші жеңілді. Екінші сұрақ, телефон жолдас балдарыңа телефон салуға болады көмек сұрақ. Қасашта, үйге бар, ойлап келейінші, тұратшы. Ойлап келейін, мен келейін. Ойлап келейінші, тұрат. Алло, Сәбит, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Не істеп жатсың? Жоқ, сізде уақыт жоқ, бұл уақыт жағдай сұрайды, уақыт жоқ, деп жауап берсеңші. Тариф қой. Жоқ, уақыт жоқ сізде. Нең уақыт жоғы? Сенің инсаңма кетіп атқан? Жоқ. Сенің ақшаңма кетіп атқан? Жоқ. Сенің уақытыңма кетіп атқан? Иә. Тоқтат қойшы енді. Алло, жақсы еттіңдер ғой? Жақсы. Мен сенен бір-ақ нәрсе сұрайын, ә? Не ол? Сенде 1 миллион теңге бар. Не сен таксовать етіп жүрсің? Абайла, алдыңа қар. Алды. Жақсы көрейін. Кешіресіздер. Арғай жалғастырамыз. Сонымен белгісіз банк түнгі сағат 4 кезекшікте ұйықтап жатқан, қалың ұйықтап жатқан кезекші. Күзетші. Күзетші. Үйіңе барып ұйықта бар. Үйіңе барып ұйықта бар. Үйіңе барып. Міне жігіттер, маусымда аяқтадық. Соңғы ойын 2 жыл болды, Астанада ойнап келе жатырмыз. Алдыңғы ойында айтқандай біз КВН келгенімізге еш өкінбейміз. Өйткені Астананы көрдік. Басқа да керемет қалаларды көрдік. Достарымызды таптық. Сол үшін Есен аға, үлкен рахмет сіздерге. Ағаларымызға рахмет. Және осы уақытқа дейін бізді қолдап келген көрермендерімізге рахмет. Жас командалар келіп жатыр артымыздан. Оларға сәттілік тілейміз. Мынау енді чемпион болғаннан кейін артымызда бізге еліктейтін жас командалар көп. Артымыздан еретін жас командалар көп. Соларға бір-ақ нәрсе айтып кетейін. Мына жерде Яманбал былайырақ жүріңдер. Біз өзіміз туған жеріміз Арал болғаннан кейін, бүгінгі соңғы ойын болғаннан кейін. Бірдеңе осы. Неше жыл, 4 жыл болды ойнап атқанымда. Барған жерде мен улап таймын ғой халықтың. Ойбай теңіз, ойбай балық, экология, саусақ. Өз проблемаларын айта бермеңдерші. Не айтамыз енді? Басқа бірдеңе айтыңдаршы. Салафаншы. Жоқ, ондай нәрсе емес, басқа бірдеңе айтыңдар. Не енді? Ән. Соңғы ән. Соңғы ән. Аралас көйін командасының соңғы әні.
Арал, сен туралы айтамын. Арал, ағайдың сыңған саған. Арал, оралсаңшы қайтадан. Арал, Командалар, ортаға. Әр нәрсенің өзінің түйіні болады. Олай болса, Маусымашардың соңғы әні. Мерекем жанға жайлы шуағым, шаттықтың алаулайды шырағым. Көгімде ақ тілек қыраны қалықтап тұрады. Көкем армысың, шырқар ән құсым, думанды ғажап сәтті күн. Күнде жаңылың ойнап көремін, көңілдей шалқып шаттығын. Жаза жайнаған нұрлы айналам, көктемде жанды баураған. Байқап көркіне, жанды жердіне, арнада жырын арнаған. Мерекем жанға жайлы шуағым, шаттықтың алаулайды шырағым. Көгімде ақ тілек қыраны қалықтап тұрады. Мерекем жанға жайлы шуағым, шаттықтың алаулайды шырағым. Көгімде ақ тілек қыраны қалықтап тұрады. Келдім сағына, келдім тағы да, мерейлі менің мерекем. Елім халқыма, дәстүр салтыма, сыйларым сенің көп екен. Асқанарманға, мейрамнан мейрамға, жете берейік бәріміз. Нұрлы күндерге, мақпал күндерге, болайық қуат ағыды. Мерекем жанға жайлы шуағым, шаттықтың алаулайды шырағым. Көгімде ақ тілек қыраны қалықтап тұрады. Мерекем жанға жайлы шуағым, шаттықтың алаулайды шырағым. Көгімде